Бүгін әлеуметтік желіде мынандай бір сурет тарап жатыр. Ол суретте Ханафи мазхабы бойынша жұп-жұқа нәскиге масық тартуға болады деп қойған. Және сол рұқсатты біздің ұлы имамдарымыз рұқсат берді деп қойған. Имам Абу Юсуф пен Мұхаммад рахимаулла секілді жұп-жұқа нәскиге. Құрметті бауырлар, шайтан алейхи ләна ібліс. Мен дейді, қатты ызам келетін адамдар дейді, яғни шайтанға қатты ұнамайтын, ызасына тиетін адамдар көп истихфар ететін адамдар дейді, хадисте келеді. Неге? Шайтан оларды азғырып, алдап, бір күнәға батырады, ал ол адам истихфар қылып, тәубе қылып, бүткіл шайтанның істеген нәрсесін бұзады. Сондықтан шайтан айтады, мен ызам келеді соларға дейді. Истихфар қылады, кешірім сұрайды, тәубе қылады, Алла қайтып оларды кешіреді. Сондықтан шайтан екінші жол ойлап табады. Адамдар истихфар қылмас үшін, кешірім сұрамас үшін, тәубеге келмес үшін екінші жол ойлап табады. Не істеймін бұларды? Қайта-қайта кешірім сұрай береді, тәубе қыла береді. Не істеу керек? Олар бидағат деген жолды ұсынады. Шайтан оларға бидағат деген жолды ұсынады. Яғни шайтан оларға бір жолды жасап береді, ол адам сол жолды дұрыс деп ойлайды. Дұрыс деп ойлайды, истихфар қылмайды, кешірім сұрамайды Аллах Тағаладан. Неге? Өйткені мен дұрыс жасап жүрмін деп ойлайды. Менікі дұрыс деп ойлайды. Сондықтан зинақорға қарағанда, маскүнем алқашқа қарағанда бидағат ауыр болады. Неге? Өйткені маскүнем зинақор зина жасап жүріп біледі, күнә істеп жатқанын. Маскүнем арақтың харам екенін біледі, бірақ нәпсісін тыя алмайды, ішеді. Ал бидағат иесі ол өзінің күнә істеп жатқанын білмейді. Мен дұрыспын, өлгенше дұрыспын деп кетеді. Шайтан әдемі жол тауып берді да, бидағат деген жолды. Ол ешқашан өлгенше тәубе қылмайды. Неге? Ол менікі дұрыс, менің жолым дұрыс деп кетті. Енді қараңыздар, бауырлар. Жұп-жұқа нәскиге масық тарту. Бүткіл ғалымдар, жүмхур ғалымдар рұқсат бермеген жұқа нәскиге масық тартуға. Ханафи мазхабы да рұқсат бермеген, Шафии мазхабы да рұқсат бермеген, Хамбали мазхабы да рұқсат бермеген, Малики мазхабы да рұқсат бермеген. Жұқа емес, жай нәски шұлық болсын, қалың шұлық болсын, оған тартуға қатысты сахих хадис келмеген, сахих хадис. Сахих хадис жоқ. Ал жұқа нәскиге мүлдем хадис жоқ. Сондықтан жұқа нәскиге масық тарту қазіргі уақыттың ол бидағаты. Ол бидағат. Біреу дәретханада көріп айтсан, жұқа нәскиге тартпа десен, тартам дейді. Неге тартпаймын? Өзім білемін дейді. Менікі дұрыс дейді. Дәлелі жоқ, хадисі жоқ. Және қазір сол нәрсені, сол бидағатты өтірікпен араластырып бізге жеткізіп жатыр, жаңағыдай картинкелер шығарып. Алла сақтасын, дінде бұрмалау, ғалымдардың сөзін бұрмалау ол өте ауыр күнә. Біздің Ханафи мазхабымызды бұрмалағысы келеді, құртқысы келеді. Неге? Өйткені Ханафи мазхабы, мына Матруди жолы, ол дінге еңбек қылған, қаншама ғалымдар шыққан. Ханафи Матруди жолында ұстаған мемлекет дамиды, ол мемлекет. Ояқтан ғалым шығады, ол медреселерден үлкен қарилар шығады. Мақсат сол болуы мүмкін, Ханафи мазхабын құрту, іштен бұрмалау. Сондықтан Ханафи мазхабын бұрмалап жеткізіп жатыр қазір. Мысалы, қараңыздар. Қара. Нәскидің суретін салып қойған. Нәски тобықтан жоғары болу керек деп қойған.
аппақ нәскеге жұқа шұлыққа мәсіх тартуға ханафи ғұламаларынан Қази Абу Юсуф пен Мұхаммад әш-Шейбани рұқсат еткен дейді. Дереккөз Науави Әл-Мәжмух Шарх Әл-Мухассаб деген кітабында келген дейді. Қараңыздар, біріншіден біздің имамдар Абу Юсуф пен Мұхаммад рахималла сол жұп-жұқа нәскеге рұқсат берді ме, берген жоқ па, оны білу үшін біздер өздерінің кітабынан қарауымыз керек. Ол біріншіден Мәжму Шарх Мухаззаб деген ол имам Ан-Науавидің кітабы, ол Шафии мазхабы. Ал біздің мазхабтың имамдарының өзінің кітаптары бар ғой. Неге өзінің кітаптарынан дәлел келтірмейді? Бір мысал. Имам Мұхаммад әш-Шейбани рахималла, жаңа айтқан имам Мұхаммад, картинкеде имам Мұхаммад рұқсат берді деп қойған, иә? Енді имам Мұхаммадтың өзінің кітабын қарайық. Әл-Мабсут лиш-Шейбани 1-ші том 91-ші кітапта. Имам Мұхаммад әш-Шейбанидің өзінің кітабы. Қульту, мен айттым дейді. Кім айтып жатыр? Имам Мұхаммад айтып жатыр. Арайта раджулан тавадда ва маса аля джаврабайни ва наалейни ау аля джаврабайхи биғайри наалейни қала ла юзиху л-масу аля шей мин залика ва хада қаули Аби Ханифата ва қала Абу Юсуф ва Мұхаммад. Ал Абу Юсуф пен Мұхаммад рахималла айтты дейді. Ида маса аля джаврабайни أجزأه المسح كما يجزئ المسح على الخف إذا كان الجوربين سخينين لا يشفان. Имам Мұхаммад пен Абу Юсуф не дейді? Өз кітабында, Асл деген кітап, иә? Мабсут кітабы. Абу Юсуф пен Мұхаммад рахималла айтады дейді. Жұқа нәскеге, шұлыққа рұқсат дейді, мәсіх тартуға, мәсіх етуге. Ида кана сахинайни ла яшифан дейді. Қалың болса дейді. Ла яшифан, яғни бүйтіп қараған кезде ар жағынан көрінбейтіндей болса дейді. Жұқа болмаса деген сөз. Мына суретке сенетін болсақ, біздің имам Мұхаммад пен Абу Юсуф рахималла рұқсат беріп жатыр жұп-жұқа нәскеге. Ал өздерінің кітабын қарайтын болсақ, рұқсат емес дейді. Біз кімге сенеміз? Бұл Алла сақтасын, бұл алдау, бұл бұрмалау, дінді бұрмалау. Сондықтан біздің ханафи мазхабымызда кез келген кітабын алыңыз, рұқсат емес жұқа нәскеге масық тарту. Ол тек қана ханафи мазхабында емес, шафиилер де тартпайды жұқа нәскеге. Маликилер де тартпайды, хамбалилер де тартпайды. Оған ешқандай дәлел жоқ. Сондықтан біздер айтып жатырмыз, ол тартпа, ол бидғат, оны таста деп. Ол біз насихат қылып айтып жатырмыз. Олардың намаздары ойлап айтып жатырмыз да. Біз оларға бір қызғанып, бір жек көріп, оларды бір жаңағыдай аяқтар тоңып қалады деп ойлап ондай жағдайда айтып жатқан жоқпыз. Біз оларға ең бірінші намаздарын ойлап айтып жатырмыз. Намаздарыңды ойласаңдар. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреудің аяғын көріп қалады. Су тимеген. Тобық жағына су тимей қалған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қатты ашуланады. Ашуланған кезде тамырлары шығатын болған. Уайлу лил ақаби минан нар дейді. Мына тобықтың иесі тозақтікі дейді. Мына тобықтың иесі тозақтікі дейді. Неге? Өйткені аяғын дұрыс жумаған. Тек бүйтіп жуа салған да, қалай болса солай. Дұрыс тегізбей жуған да. Ал қазір аяқ жумақ түгіл, жұп-жұқа нәскеге мүлдем аяғын жуатқан жоқсыздар ғой. Мүлдем аяғын жуатқан жоқ нәскеге тартатындар. Жұп-жұқа нәскеге тартатындар. Сондықтан бұндай ақпараттардан біз сақ болуымыз керек. Не түсінбеймін, не ұтады сол біздің мазхабты бұрмалағаннан, нәскеге, жұқа нәскеге болады деп, сол нәрсені таратқаннан олар не нәрсе ұтады? Еш нәрсе ұтпайды. Адамдар намаздарын қабыл болмайды. Болды, соны ұтады да олар. Кеше бір шейхті көрдік ютубтан. Сол Саудияның шейхтарының бірі.
Ханафи мазхабында 4 рет қолды көтеру керек деп өтірікті қызармай айтып жатыр да. 1 рет көтеруге болады, бірақ 4 рет көтерген дұрыс дейді Ханафи мазхабында. Қай кітабында ондай жоқ қой Ханафи мазхабында. Ханафи мазхабы неше 13 ғасыр болып келе жатыр. Бірде-бір кітабында ондай жоқ та. Мансух, ол қайта-қайта қол көтеру, ол үкімі жойылған хадис. Ол кәдімгідей чалмасы бар, сақалы бар, шейх секілді. Өйткені біз вахаби деп айтқан сайын адамдар тани бастады, вахабизм деген жаман нәрсе екен. Олар бірден атын өзгертіп жіберді, сәләфи деп. Қазір сәләфи деген сайын білет, халық сәләфи деген дұрыс емес жол екен. Мен енді ол бауырларын бір түр сипатына тиісіп жатқан жоқпын. Ол ұстап жүрген жолы дұрыс емес екенін айтып жатырмын. Осындай өтірікті таратқандардың барлығы дұрыс емес. Оларға айту керек, ескерту керек. Сәләфи деп атпен жаман танылғаннан кейін, сондай сәләфизм қазір жаман бір жатағым секілді болып қалды халықтың арасында. Енді олар неге көшеді? Ханафиміз дегенге көшеді. Біз ханафиміз. Ал ханафи мазхабы ол былай дейді: жұп-жұқа нәрсеге мас тартуға болады, 4 рет қол көтеруге болады деп, сөйтіп жаңадан келіп жатқан шатасады. Мынау да ханафимін дейді, мынау да ханафимін дейді. Сонда қайсы ханафи? Дұрыс ханафи. Сондықтан құрметті жамағат, естеріңізде болсын. Біз бір жат ағымның қателігін айтатын болсақ, ол жамағатты бөлу емес, ол жамағатты сақтау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям харижит ағым туралы не айтқан білесіздер ме? Харижи ең исламда алғаш пайда болған секта, ағым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға айтқан: килабу ахли нар, тозақтың иттері деп айтқан. Жұмсақ айтпаған оларға: бауырым, олар бауыр ғой, мына бауырларды сыйлай, құрметтейік. Ол бауыр, олар харижиттер мұсылман болған. Ешкім айтпайды харижит кәпір деп. Харижиттер мұсылман. Бірақ пайғамбарымыз айтқан тозақтың иттері деген. Абдулла ибн Масъуд айтқан жер бетіндегі ең жаман адамдар осы деген, жаман өліктер осы деген. Сондықтан біз бір жат ағымның қатесін айтсақ, олардікі дұрыс емес екенін айтсақ, олардың ахлу сүнна ол жамағаттың жолына сәйкес келмейтінін айтсақ, ол біз тараптан дұрыс емес нәрсе емес, дұрыс нәрсе. Егер сахабалар харижиттерді тоқтатпаса, онда қазір бәріміз харижит болатын едік. Білмеймін не болатын едік, харижит па или кім ба. Бәріміз харижит болып отыратын едік мына жерде, қарылып бір-бірімізбен: кәпірсің, сен кәпірсің деп. Олар білесіз, арақ ішсе өлтіріп тастайды, зина қылса өлтіріп тастайды. Олар сондай болған, сахабаларды өлтірген. Құранды дұрыс түсінбедіңдер деп. Яхудидің, еврейдің көлеңкесіне барып тұрған. Содан кейін: қой, біз мына еврейдің ақысына кіріп кеттік, көлеңкесінде тұрдық, рұқсатсыз. Барып сол еврейдің рұқсат сұрайық, еврейден рұқсат алайық, ақысына кіріп кетерміз бұның деп. Барып, содан кешірім сұрап, біз сенің көлеңкеңе тұрып қойдық деп. Содан кейін барғанда Хабаб ибн Арат деген сахабаның баласын әйелімен бірге өлтіріп тастаған. Сахабаның ұрпақтарын өлтіріп тастаған. Бұлар кәпір, Құранды дұрыс түсінген жоқ деп. Басқа діндегілерге мейірімді, өз діні мұсылмандарға қатты келеді. Сондай сипат бар, харижизм деген сипаты сондай да. Көшеде деген бәріне жақсы, милициямен амандасады, сотта да, қайда да болсын, мейірімдер күшті жүреді, мешітке келіп та қатай болады. Түр салауат та бейді. Имамдарға ғана әлі жетеді. Бізді мешітте тыңдамауға, әрен дегенде тыңдатамыз. Тек қана мұсылмандарға әлі жетеді олар. Сондықтан кейбір ақылмысымақтар: сендер мұсылмандарды бөліп атсыңдар, үйтіп атсыңдар, мүйтіп атсыңдар. Жоқ.
нәскиге тарту дұрыс па, жұқа нәскиге тарту ма? Дәлелдесін. Әкелсін, біз қарсы емес, біз қабылдаймыз. Міне мынандай кітаптармен келсін. Мынау имам Тирмизидің кітабы, мұхаддис, хадис ғалымы. Біз фиқ кітабын айтпай ақ қояйық, фиқ кітабының барлығында жұқа нәскиге болмайды дейді. Қалың нәскиге болу керек, шартымен. Ал жаңа сәләфи деген бауырлар, олар хадиспен жүрем дейді ғой. Міне хадис кітабы. Не істейсіздер фиқ кітабын? Фиқті көбісі мойындамайды. Ал мә хадис кітабы, мұхаддис, кутубу ситта бұл. Кутубу ситта. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Тирмизи, Ибн Маджа, міне Тирмизи. Алысқа бармай қойып, осы кітаптан ғана қарайықшы, мына қараңыздар. Муғайда ибн Шуба қала таваддау наби саллаллаху алейхи ва саллям ва маса алал джаврабайни ва алайни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі шұлығына және аяқ киіміне мәс тартты дейді. Ва хуа қаулу ғайру вахид мин ахлил илм. Бұлай, яғни бұл пәтуаны, бұл сөзді көп ілім иелері айтқан дейді. Уабихи яқулу Суфиян, оны Суфиян ас-Саури айтқан, оны Ибн Мубарак айтқан, оны Шафии айтқан, оны Ахмад бин Хамбал айтқан, Исхақ айтқан. Қалу, олар не деп айтқан? Ямсау алал джаурабайн дейді. Шұлыққа мәсіх тартылады дейді. Аяқ киімсіз болса да дейді. Ида кана сахинайн. Екі шұлық қалың болса дейді. Қалың болса шарт қойғанда. Жұқа нәскиге болады деген қайда? Жоқ. Мынау жаңа айтылған ғалымдар, әхлі сүнна, сәләф ғалымдар. Ида кана сахинайн деген. Қалың болса деген. Ал қалың қандай болу керек? Имам Шафии өзі шарт қояды. Имам Абу Ханифа 4 шарт қояды. Ахмад бин Хамбал 8 шарт қояды. Имам Маликте бірнеше шарт қояды. Шұлыққа сен тарту үшін шарты болу керек. Бірнеше шарты болу керек. Сосын барып саған рұқсат тартуға. Ал тек қана көшеде жаңа суреттегідей аппақ нәскиге шарт қойғанда. Жаңағы сурет деген мынаған қарсы тұр ғой, міне мұхаддис рахимаулла имам Тирмизидің кітабы. Бетті сипалаған кезде кейбір бауырлар қатайып қалады. Даиф хадис дейді. Ондай хадис бар? Иә, даиф жақсы. Бірақ хадис бар ғой ол. Бетті сипамайым, астағфиралла, ол даиф хадис дейді. Ал сен нәскиді сипап атсың ғой күнде даиф хадиспен. Вообще сай хадис жоқ нәскиге. Бетті сипаған кезде қатайып қалады да, ал нәскиді уверенность, смело тарта береді да. Сай хадис жоқ. Ол да даиф қой. Көрдіңіздер ме, құрметті бауырлар? Сіздерге ілім алуды кеңес береміз, бір нәрсені зерттеңіздер. Кез келген интернетте енді мына кейбір жейтін шығар сәләфимен жүрген бауырлар, бірақ ренжімеңіздер, бірақ көптеген информацияны зерттеп келгенде өтірік болып шығады. Көптеген информация. Мен оған сенбедім. Меккеге барғанымда бір сәләфи бауырымыз маған кітап берді, осыны оқы, тура жолға түсесің деп. Жақсы деп оқыдым. Келесі күні оқып атқан кезде бір өтірік тауып алдым сол кітаптан. Бір 2-3 бетін оқып атқан кезде тауып алдым. Сол жақта оригиналын қарайын деп сол кітаптан. Меккеде библиотека бар. Оригиналын қарап, жаңағы шейхтің, сәләфи шейхтің кітабымен салыстырдым. Ол жаңағы ғалымның сөзін келтірген өз кітабында. Ал мен сол кітабын, ғалымның кітабын тауып алдым, оригинал. Тексергенімде керек нәрселерін тастап кеткен. Бір мынандай 2 жол, 3 жолын тастап кеткен, бізге керек нәрсесін. Дұрыс нәрсесін тастап кеткен де. Басын жазғанда, кейін жазбайған. Менде кітап тұр ана жерде. Керек болса алып келемін. Ол кітап, оларда ол басқа көтеретін кітаптары. О, біздің кітап деп. Сол секілді жаңағыда картинкада жүрген бір имам Науидің несінен
үзіндісінен кесіп алғанда әрі астындағы несін келтірмеген да. Астында болмайды деп келтірген да. Имам Науави болмайды жұқа нәскиге. Сондықтан біз істеп жүрген нәрсемізге толық сенімді болуымыз керек қой. Кішкене ізденейік. Кез келген нәрсе, интернеттен нәрселерге сенім жоқ. Міне оқу керек, міне оригинал кітап, я? Осындай кітаптан қарау керек негізі. Интернеттен емес. Неге? Көбісі жіберіп жатыр жаңағыдай, комментарийға да жібереді, бір интернеттен көріп қалады, бір нәрсені жібереді. А ол қарап берсең ондай дұрыс емес та. Неге? Сондықтан, құрметті бауырлар, біздер сауатты болсақ, білімді болсақ, әр нәрсені дәлелмен, өзге сенімді нәрсеге амал қылатын болсақ, иншалла, сол кезде ғана біздер жамағат болып, мықты болып қалыптасамыз да. Егер кез келген нәрсеге ере беретін болсақ, біздер ертең көпке бармаймыз. Шайтан жаңағыдай бидғат жолына түсірді бізді. Менікі дұрыс, менікі дұрыс, менікі дұрыс деп кете береді да. Ол менікі дұрыс, менікі дұрыс. Тыңдама, наушник салып ал. Қаш айтып жатқан кезде, уағыз айтып жатқан кезде қаш. Оны негізі шайтан айтып жатыр. Мен Меккеге барғанымда олардың шейхтарына бардым. Іздендім. Айттым. Сол 3-4 кітапты маған хадия қылып жіберді да, 3-4 кітапты маған осыны оқы деп. Мен айттым, сендердікі дұрыс болса, мен қайтайын дедім. Бірақ кітап ашылмай тұрып, бірінші өтірігін көрген кезде болды мен. Қой, рахмет дедім. Қой, рахмет дедім, ондай керек емес, ондай жолдарын. Өтіріктен басылатын жолдарын керек емес. Өтіріктің жолы қысқа болады. Көпке бармайды өтірік, қысқа. Күндердің бір күні үзіліп қалады да, ол нәрсе. Сондықтан, құрметті бауырлар, шындықпен жүрейік. Мына сіздер нәскиге тартатын болсаңыздар да, жұқа бауырларға, мына нәрсені қолдамаңыздар, бұл өтірік тұрған. Шындық, яғни өзіңізге жақпаса да біз шындықты алуымыз керек та. Ва ахмду алхамдулиллахи раббил аламин.